Ақтөбеде алғаш рет Марал Фест, яғни Маралдар фестивалі өтті. Осыдан тура 9 жыл бұрын ерлі-зайыпты Тілегеновтер еліміздің інжу маржаны саналатын Шығыс Қазақстаннан алғашқы маралдарды алып келді. Шығыстың шырайлы жерін мекен етіп үйренген дала жануарын мәртөкке жерсіндіру үшін біраз жұмыстар атқарылды. Бүгінгі күні батыс даласына әбден үйренген маралдар көбейіп саны 400-ге жетті. Маралдың мүйізінен алынатын қаны қаншама ауруға ем. Бүгінгі күні дертіне шипас дегендер мәртөктегі ерекше емге ағылады. Бұл кереметті көру үшін алыстан ат арылтып келгендер көп. Солардың қатарында біз де бармыз. Фестивальдің арқасында маралдарды өз көзіммен алғаш рет көрдім. Қазақ сұлулық пен нәзіктіктің нышанына айналдырып, хас сұлуын маралым деп, дәл осы дала жануарының жанарын көріп айтқан екен-ау деп ойладым. Табиғатынан тым қырағы, сондықтан болар жанына жақындағанымызда тордың ар жағына қаша жөнелді. Фестивальді тамашалаушылар үшін де маралдарды көру ерекше әсер сыйлағаны анық.